Енді осы құдағилардың құрметіне қазақтың қалғаны құралайды бүгінгі апамызға кезінде атамыз ардап айтқан ән деп қабыл алып отырыңыздар. Алдарыңыздағы дәмнен алып, бүгінгі үлкен той қуаныш жақсылықта кездесе берейік. Бүгін атар ақтағымдай, ақ тірек қыста жауған ақ қарымдай. Кезінде мына кісілер тура конкурстың алдын жібермеген шығар. Оса ауылдың ең сұлу қыздары болған шығар деп ойлаймын. Мына біздің апамыз сонау шардың ар жағындағы қызыл жетек. Құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Енді 70-тен жеп, Алланың өзі өлшеулі өмірі бар ғой. Енді біз соны айтып тілейміз. Енді оған Аллаға қарсылық жасамаймыз. Сондықтан енді біздің тілегіміз 70-тен желіп, 80-тен кейін секіріп деген секілді. 90-ға тоқтамай 100-ге жет деп жатырмыз. Бәріміздің де жақсы тілектердің бәріне қосыламыз бізде. Енді мына балаларының ортасында жүзің жарқын болып, қадірлі ана болып жүре беріңіз. Осында енді 80-ге келген тойыңа келуге жассың. Бар боламыз ба, жоқ боламыз ба, бұл Құдайдың алдын келісі ғой енді. Әйтеуір тілейміз біз солай. Мына балаларыңның өмірі ұзақ болсын, өзіңнің өмірің солардың ортасында ұзақ болсын. Соларыңды қызықтап, жарқылдап жүре береді. Менің тілегім осы. Қапаның қарындасы. Біріміз 7 жыл бір жерде қызмет істедік, сіз бізде біріміздің атымызды біріміз атап көргеніміз жоқ. Мен сізді бәсеке дедім, кешіріңіз. Адамның бір қайын жұртын ағашшы дейді ғой. Сон ағашымның өзі қызығын көрмесе де, міне бәсекенің қызығын көріп, 70-ке толған тойлап отыр, сол той құтты болсын. Дені сау болсын. Армандаған арманына жетсін. Құдайдан бала тілейді. Сол бала мені өсіп, Құдайға шүкір. Әкеміз көрмеген қызықты анамыз көрсін деп мені той жасап жатыр екен. Сол балаларға, қыздарға, ұлдарға, келіндерге барлығына рахмет. Мені аналарыңды ақтап, әкелеріңді еске түсіріп, мені әкелерің бүгін бір аударылып жатқан шығар. Менің бәйбішемді құрметтеп жатыр балаларым деп. Мені ағайын туғаны, құда-құдағилары жан-жақтан келіп, барлығы құрметтеп жатыр. Сол барлығыңызға рахмет, құрметтеп келгендеріңізге. Бәсекеңнің дені сау болсын. Картайғанда бейнет көрмесін, жас күнінде көрген бейнетті картайғанда көрмей рақат көрсін. Осы тәрбиелеп өсірген балаларының қызығын көрсін. Аспан ашық болсын, халыққа тиіштік болсын.
ел іргесі аман болсын, дұшпандары шабан болып, осындай ағайын туғанның ортасында той қыласа берсін. Мәзілет енді 70 жасыңа Алланың берген жасын жасарсың, Алла шағаң аман болсын, денің сау болсын. Енді осы балаларыңа ақтап жатыр ғой мінекей. Келіндерің, балаларың, міне шөберелерің, енді немерелерің қызығын көріп, аман-есен жүре бер. Осы бүгін қандай күнінде отырсың, өміріңде жағың түспей жаман көрме. Алла шағаң аман болсын. Бәріміз де аман болайық, осы отырған жастарға сенің жасыңды берсін. Отанға тыныштық болсын, бала шағамыз аман болсын. Бала шаға аман болса, бәрі де болып жатады. Біздің тілегіміз енді сол ғой. Аман есен болайық. Енді өздеріңмен Әлмірет ағамен бір аударып жатсын, атын атап көптен ағаны. Көрші болып тұрдық, бір ауыз сөзге келіскеніміз жоқ. Балаларымыз онда жас, кішкентай балалардың арасында түсіп көргеніміз жоқ. Одан кейін енді Мүбәрәкпенен 20 жыл көрші болдық. Ол енді Бижамалмен де араласып тұрдық, бір ауыз сөзге келіскеніміз жоқ. Әлде болса да Құдай осы арамызда балаларымыз өмірді жалғастыра берсін әрі қарай. Балаларымыз аман болсын, біріне бірі бірлік болсын, тірлік болады дейді ғой. Тыныштық болсын, отанға тыныштық болсын бәріне. Осы жастарымызға Алла денсаушылық берсін. Енді айтқан тілегім осы. Бәрекелді. Көріспесек сағыныштан жүрейді, кім бар жақын бала күнгі досымнан. Жан досым, үстем болсын мерейі, әрқашан жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін. Жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Осында секілденіп ашты, қатарынан гүлімізді ән ашты. Жолдарсақ та бірге жүріп жолдарды, адассақ та бірге жүріп адасты. Жан досым, үстем болсын мерейі, әрқашан жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Қадірлі туыстар, бүгінгі күнгі мынау дастарханға жиналып отырған бөтен адам жоқ деп, өзім бағанадан бері қарап, өзі сол бөтен адам жоқ екен. Бұл өзі той болғанда бір үлкен той. Әр адам 70-ке толып жатқан шығар, бірақ мінекей Фәскеңнің бүгінгі құдағиымыздың 70-ке толуы басқа 70-ке толғандан былайша келгенде өте сондайлық қуанышты күн деп есептеймін. Бұл кісіні мен енді біз Батыр ананың атағын 10 перзент келгеннен кейін береміз Батыр ана деп. Бұл кісіні мен өзі Батыр ана деп есептеймін. Неге деңіздер?
Bu kişinin özünün жүгі 70'ke келгенше, мынау 50'ден асқаннан кейін жүгі өте ауыр болды. Ауыр болатыны, бағана енді той бастарының алдында қайным деді, мүбәрәк деді. Мүбәрәк Шекірейден 7 баламен қалды. 7 баланың 2-і ғана үйленген, қалған түгелін осы кісінің мойнында болды. Ол бір аталық. Оның кейінгі міне Сәулетайым, Сәулешкім айту керек. Сүйікті келіні баласы Нәзірде Құдашамыз сөйлеп кетті. Ол Сәулетай ол елеп болып кетті, одан 2 перзент қалды, ол екеу деп қой. Осылардың бәрін жеткізу, осылардың мінеки бүгінгі күні міне 70-ке келіп еңбек істегені бұл кісінің енді жазып жаза алмайсыз, айтып айта алмайтын еңбекті деп есептеймін. Бұл кісінің жүрегі деген мынандай ер азаматтың жүрегінде жүрек деп есептеймін. Осының бәрін көтеріп, бүгінгі күні мінеки туған туысқандарын жинап, осындай той жасап отырған. Фәзиле апай, жеңгей, сіз мына әнет бабам қолдап, келешекте мінеки келе жатқан жаңағы жаныңыздағы өріп жүрген ұрпақтарыңызға осындай әлі қартаймай беделіңізді, еңбегіңізді көрсетіп осылардың тойын өткізіп, сол төрінде үлкен әженің әжесі немере түгіл неменені көруге жазсын. Туысқандарын тегіс аман болсын. Халыққа тыныштық берсін. Жақсылық бола берсін. Дастарханымыз осындай мол болсын. Еш уақытқа да енді жаманшылық сізге келмесін. Сол үшін мінекей дастархандағы дәмдерді алып қойдым. Рахмет. Ал құрметті құдағи, жаңа Көксібай айтып кетті ғой, Көксібай екеуміз енді бөлеміз тұрған. Құдағи енді мына 70 жылдығыңызды құттықтаймын. Жасыңызға жас қосылсын. Жаңа сөзді мен де қайтарып ете алмаймын. Сізді де ер ана деп атауға болады. Енді жаңа айтты ғой Көксібай. Мынау балалар енді құда балалар, сен анадарыңды мынадай 70 жасқа той істегендеріңе көп-көп рахмет. Бәрдерің бақытты болыңдар. Жаңа Көксібай айтты ғой, немеренің сүйіп отырсын, шөбереңізді, неменеңізді көріңіз. Енді Алланың берген жасын жасай берсін, балаларың бақытты болсын, дастархан илайы осындай мол болсын. Рахмет. Құрметті құдағи, сіздің 70 деген жер ортасында келіп отырғаныңызға құттықтаймын. Мына кісілер айтып жатыр ғой көңілдер. Осы сіздің арқаңыз осының бәрі. Немере, шөбере, төзіре, солардың бәріне бас болып отырған сіздің ойыңызда болды, жаңа бірінші кісі айтып кетті көңілға. Жасыңызға жас қосылсын. Сондықтан мына сіздің жасыңызды, денсаулығыңызды келесі ұрпаққа, балаларыңызға берсін. Елайым солардың ортасында жақсылықпен өмір сүріңіз. Ал енді құрметті біздің құдағи. Мен құдағи демеймін, бірақ бұл кісілерді өзіміздің ана мүкең құдамды да бұл кісіндегі жеңгей ағай деймін. Өйткені сүйегіміз бір болғаннан кейін бұрыннан да таныс едік. Сосын құдағи деп сызылып тұруға дәтім шыдамайды да, аға жеңгей деймін, олардың бәрін бауырым деймін. Айналайындар, құдағи. Бүгін құдағи деймін енді қазір. Мына туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болып, аман есен, мына балаларыңыз аман есен болып, осы балалардың қызығын көре беріңіз. Осы балалардың арқасы ғой өстіп, осындай той жасап, ағайын туғанның
ойдан қырдан жиналып басын қосып атқан осы балалар, бауырлар деп ойлаймын. Айналайындар, жолдарың болсын, аналарыңды әрқашанда өстіп мәпелеп, ары қарай енді ол кісі кәртайып келе жатыр. Алақандарыңа салып, келіндердің құлағына да айтарым, қыздардың құлағына да айтарым, айналайындар. Енді үлкен адамды өзі күткен тәуір екен, өзіміздағы мінекей ұлғайған. Трехкратный құдағисыз. Өйткені біз үш қызымызды да беріп отырмыз сіздерге. Қаламқас бастаған, Әлмира бар, сонан кейін Анар бар, үшеуі де менікі. Бүгінгі мінекей бүкіл жақын жуық құдалардың бәрі мінекей үлкен балаларымыз жайғанда ақ дастарханға жиналып отырмыз. Сондықтан біріншіден мына балаларыңызға мен де рахметімді айтқым келеді. Осындай анамызды осындай жасқа келді деп бүгін мінекей қошеметтеп жатқандарына әрдайым осылай қошеметтей берсін сізді, апай. Енді мерейтойыңыз қайырлы құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Қайырлы болсын, қайырлы құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін, бала шағаңыз тегіс аман болсын. Немере шөберелеріңізді жетектеп, солардың қызығын көруге жазсын Алла тағала. Енді немерелеріңізді жеткізіңіз, жаңа айтты ғой. Ага, жақсы тілек айтылып жатыр. Немерелеріңіз жасасын енді тойды 80-де деп. Сол секілді сол айтқан болсын енді, Алланың құлағына шалынып. Сол 80-ді немерелеріңіз той жасап, сол тойға келетін болайық. Осы қызыққа жасалған дастарханыңыз тағы да жасала берсін, той қыласын. Деніміз сау болып, бала шағаңыз аман болып, осындай қызықтағына кездесе берейік. Бәріміз қалайдан бері қуанып жатырмыз. Енді сіз бақытты анасыз, қанша келін, қанша қыз бала, ұл бала бәрін тәрбиелеп, бәрін үй қылып отырсыз. Енді немереңізді тәрбиелеп жатырсыз. Осы сіздің мерейтойыңызға деніңіз сау болсын, денсаулығыңыз болса бәрі болады. Дастарханыңыз мол болсын, осындай дастархан жақсылыққа ғана жайылсын. Үйіңізде тойдан той бола берсін. Құдағи, сізді осы мереке тойыңызбен құттықтап отырып, сізге тілейтін зор денсаулық, осы балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелердің ортасында әрқашанда осылай жайнап жүре беріңіз, көп жасаңыз. Жақсылық сізге тілеймін, бақыт тілеймін. Көзімнің қарасай, көңілімнің саласай, өтпейді ешкіге ғашығым арасай. Şartı kırın sepki, aldı gülünü, özü
Тарекелді. Ал құрметті қонақтар, құдағилар, мұнда барлық туыс жақындар отыр екен. Ал енді құдағи сіздің 70 жасқа толған мерейтойыңызға келіп отырмыз. Тойыңыз құтты болсын, той боласын. Бала шағаларыңыз аман болып, әрдайым осылай қызық қуанышқа кенеле беріңіз. Енді мына кәртегенді адам бүркітке айтып кәртесек ұсташы болады дейді. Кәртегенді адам енді мына балаға жалтақтаймыз, балаларыңыз енді бұрынғы күткеннен артық, одан да артық күте берсін деген тілек тілеймін. Ал енді құрметті қонақтар, сендер де осы тойға барлық бөтен адамдар емессіздер. Сондықтан сіздерге де үлкен мол денсаушылық, семьяларыңыз үлкен бақыт тілеймін. Барлықтарыңызға осындай мол дастарханда үлкен қызықта кездесе берейік. Туған күніңіз қайырлы болсын. Семьяның атынан өз атынан көп денсаулық тілеймін. Балаларыңыз аман болып, только жақсылық көре беріңіз. Осындай жақсылықта, осындай той думанда кездесіп. Тетка моя дорогая, я тебя поздравляю с днем рождения. Еще 70 лет и больше не надо. Тәте, туған күніңізбен құттықтаймыз, деніңізге саулық дейміз. Ауырмаңыз, осылай ортамызда жақсы болып жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз тәте. Бәрекелді.